Салам. Енді мен айтамын. Ассалаумағалейкум достар. Қазір біз деген Алматыға, то есть аэропортқа ұшып жатырмыз, Алматыға ұшамыз. Видеода кездескенше, короче, оқуға түсейін жатырмыз Алматыдан, сол ертең көресіздер, короче. Ну, короче, лифтамыз аэропорттың. Ну, қоймаймыз. Сол, көтерілдік. Қарсы түсеміз. Ауру ғой. Куда барамыз, короче, біз келдік. Тапсамыз регистрацияға келдік. Короче, мына заттар шығарып отыр. Мынаның Смотри, ремень шешіп тақтық айттым. А мен енді диктор болайын, әсекім. Достар, мынау самолет. Мен бірінші рет мен отырмын самолетқа. Құттықтаңдар енді, комментарияға жазып кетіңдер. Құттықтаймын сені самолетқа мінуіңмен деп. Достар, біз менен деп жатырмық, міне жүріп келе жатырмық, жуып жатырмық. Мынау сторис түсіріп жатыр. Короче, я снимаю. Жиге қалайсыңдар біз? Вот самолетіміз осы. Номер білдірші. Ну ема, достар, мен самолетқа бірінші рет мініп жатырмын, әсекім. Бұл өте керемет. Мен бірінші рет мініп жатырмын. Енді конечно керемет болады. Достар, мен көлік тұрмын ба, көрмей тұрмын ба білмеймін. Қарайын. Көлік тұрған сияқтымыз. Самолеттамыз. Көзәдегіміз. Бөліп отырмыз. Вот сол, короче, пауэрбанкқа қойдым зарядкамды. 12,5 болды. 4 теңіз ол, да? Бұйырса 4 теңіз. Не көрсетем тағы? Мынау біздің билеттеріміз. Міне біздің билеттеріміз. Естелік сияқты. Бірнеше жылдардан кейін мынау бізге теплый естелік болады. Бержанның мамасы папасы артта. Менің мама папам үйде. Мен ақ сендерге жарық болып тұрған шығар. GoPro сөйтіп настройка жасап отыр. Бірақ мынақ негізі кішкене темный. Как это шашымды түзеп алайын, брат? Все нормально. Айтпақшы, үстінде мынандай түзет болайды ғой. Что-то жоқ қой мына жақта. Дезинфекция майлы. Короче, спирттің иісі шығады. Керемет экипаж мүшелері Ақтау Алматы бағытында Аэрофлай компаниясының жан салыштырып қалады. Өзіңізге паспорталарыңыз сәттерде жайлы. Сапарымыз сәтті түсті. Oh shit. Here we go again. Мама. Біз қазір сол жердеміз енді. Короче, біздің не дейді оны? Түнгі тамағымыз. Да, перекус летчиков. Ұйықтамадық, тамақ жедік болды, жаттық. Опа, переходка чисто. Қайсы? Достар, біз деген аэропорттан түстік. Салам-алейкум, короче. Бүгін біз деген шай ішіп отырық. Жаңа ғана келдік, аэропорттан ұйықтадық, енді мияққа келіп тұрық. Бұл қалай болды дейсіңдер ме? Бұлай болды дейсің өйтіп. Қазір енді біз деген шай ішіп алып, оқуының шаруаларымен кетейін деп отырық. Документ тапсырамыз анау мынау. Мен сендерге қызықты жерлерін көрсетіп тек қана былай. Бүкілін көрсете алмаймын, өйткені памятас менде. Түсіндіңдер ме? Короче, біз заявление жазып отырық. Ал мінеке достар, біз жаңа ғана документтер толтырдық оқуға. Все барлығы сәтті өтті, енді офлайн болса деп, енді тілеймін, офлайн болса екен деп. Қазір парктың ішінде жүрміз. Үйге қайтып отырық, короче.
Сендерге қызық па қызық емес па білмеймін енді. Қызық қылдыруға тырысып жатырмын енді достар, мен деген. Мен деген енді қызық қылдыратын адам болып едім ғой бұрында, қазір қызық қылдырам ба өзімде білмеймін. Ая Бержан, мен қызықпын ба? А? Мен қызықпын ба? Қызықсың сен, братчик. Аспанға қараң. Күн бар дейді. Ұшпағаным бір түрлі болып кетті мына үстіңе. Алматы деген осындай керемет қала деп мақтап қояйын кішкене. О, мен нақты сурет салады адамдар. Қалай достар? Так, біз бір көшелерге келе жатырық. Мен атын білмеймін, сондықтан мені көре бермеңдер. Маған қарай бермеші. Маған қарай бермеші, блогермін ғой, блогер. Блогерлерді көрмедің бе? Мен сендерге енді білетін затын айта беремін, не білем, соны айта беремін, сондықтан дым білмеймін. Мінекей біз метроға келдік, Мармоктың официальный. Мармоктың метросы жақсы, қазір сендерге көрсетемін қалай метро жасайтыны. Мен всегда күнде келіп жүрмін мында. Стрессовый кезде дейді. Солай, короче, американских фильмдарда түсіріп отырса. О, какой кайф, смотрите, а. Короче, осылай не седік. Үйге кірдім, шықтым, енді қазір зоопаркке барамыз. Қазір перекус жейміз, тамақ жейміз, короче. Жекеге барамыз, Жека. Жека келдік, короче, Жека стойный хаусқа келдік. Бізге, короче, донер келдік. Енді әр жегені түсіріп отырамын, енді осылай қайтеміз енді. Влогым жақсы шығу үшін енді. Асыл. Жека үйретеді маған қалай істеу керек. Мен бүйтіп ұстап тұрасың. Отстими, брат. Экстремальные гонки. Экстрим, вот это экстрим. Маскамен ашырмын. Достар, біз мынандай жерге келдік, мынаны қараңдар. Осы жерде машина жүріп жатыр. Самокат бәрі жүріп жатыр, короче. Так, сендер қазір алыстан көріп тұрған шығар, мен негізі жақын жердемін сонымен. Осындай, короче. Тағы не көрсете аламын Алматыда. Мынаны қараңдар, ағаштар көп. Ағаштар бар мына жерде, ана жерде, туын аяқта. Жанары сияқты. Білем, сен барсың. Йо, салам алейкум, брат. Мынаны қараңдар. Су сиіп жатыр дейсің. Мынау вообще басқа жер ғой. Ё-моё. Ойбай, ғасқақа бассам, бітті уже өмір бақи сотталам дейсің. Жыл басы мынаны қараңдар. Типа ана жерде түйенің басында тышқан тұрып алған еш. Ұялмай ма дейсің. Ұялмайды, крыса жүрген дейсің. Күнді бірінші сол. Маған күнге қаратқызып қойды ғой. Ну типа Акуна Матата ғой. Акуна Матата. Эй, Тимон Пумба. Кеттік, келесі бізде не бар екен? Келесі бізде мынау броненосец деген бір. Сендерге Бэтменді көрсетейін, Бэтмен, ща, Бэтмен, погоди, вот. Ох, ема. Паркуристер ғой. Базар жоқ. Достар, мен сендерге бүкіл жануарлар көрсете алмаймын енді. Но, ертең бірдеңе барсақ, енді сол жерде көрсете алатын шығармын. Пока что память бітіп жатыр енді, давайте. Так, достар, қалайсыңдар? Мен фантазия көріп қалдым, мен GoPro-ма тест жасайын деп жатырмын. GoPro'мды бір жуып алдым. Біз сахнадамыз, короче. Мынандай сахна. Қасымда мынау бар. Артынан жүреді, білмеймін, танымаймын. Мынаны қараңдар, тағы не тауып алдым. Йо-моё. Мынандай сахнада кәдімгі сурет Инстаграмнан бас сатанический обрядқа шейін тауып алдым ғой.
Ну нифига себе. Мякта әдем суретшілер бар екен, мынаны қара. Инстаграмдары бар, реклама, что за фигня? Мякта енді қызықты жазулар бар, қазір сендер кішкене жерлерін көрсейін. Мысалға шрам доллар дейді ма, бірдеңе дейді әйтеуір. Қалай ол доллар бола алады, өйткені ол шрам бес па деп ой тапсың. Маған мякта бір аватардың несі бар, міне. Мякта көтеніңді жудың ба дейді маған. Не деймін мен оған, ондай сұрақтарға вообще. Басқа сценада жазу керек, ондай сұрақтар мынау. Мәдениетті жер ғой, негізі. Ал достар, біз аттракционға келдік. Енді қазір көреміз не істейтінімді. Көремін өзімнің впечатленияларымды айтып беремін. Мен қорқып баставады. Я вообще түсінбей, кім маған бақырат вообще. Маған қорқаман бір-бірле, өлейін деп тұрған жоқ қой, неге бақырат деймін? Нормально. Нафиг айқайладыңдар, видеомды бұздыңдар ғой. Короче, салам алейкум. Ебать. Абайлаш бежат, пожалуйста, қатысташ. Ебать, кәлі ақтырат. Қашан түсіреді? Да ну, құрал қарғазың GoPro-ны. Еба, көтім түсіп кетті. Что это было? Жүрек айнаған. Тамақ жеп отырық. Мына қара кәм, рекламадағыдай бургер сияқты. Қара бұл кісі қара. И на этот раз, короче, қарамыз ендік біз. Астында бір бала бар. Привет, я видеоблогер. Я видеоблогер, короче. Мен танып қойып қойған. Привет, кімге привет. Айтыр, атып айтыр. Мен подписчигім. Подписчигім қасында отырмын. Солай, нежданчик болып қалдым. Тез болады маған басқа. Ашып кетейін деп тұрмын ғой мен. Енді біз жаққа барады. Бүгін түнде кетеміз. Ақтауға ораламыз. Но бұйыртса 2 айдан кейін Алматыға қайттан келеміз оқуына. Так что вау. Видті қараңшыш, видті. Базар жоқ, осындай видпен оянсаң. Былай шын өмірде кәм үлкен болып тұрмын. Ал достар, көріп тұрғаныңыздай бізден поездамыз, купе дегенде я люблю личное пространство, как вы понимаете, да. В общем, достар, осымен блог аяқталды. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліңдер. Менің ссылкам описанияда, Instagram кіріп кеттің, тіркелің. Достар, осы видео до конца қарағандарыңа рахмет. Сендермен болған мен Нұрболат. Егер де осындай блогтар Сосын мен Бержан. Мен мұндамын. Ол мұнда жатыр ол. Ассаламу алейкум. Танисыздар ма? Танымайды ешкім мен. Сонымен болды достар. Давайте, пока-пока. Чао, еп.